Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрдайым езуін тартып жүреді екен ғой, күлімсіреп. Бірақ еш уақытта пайғамбар самандай бізде қазір мынандай бар ғой, деп айқайлап күлеміз ғой, аңырап. Осы күлуді негізі исламда жақсы, қатты бір құптайтын нәрсе емес бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи айқайлап күлмеген, бірақ езуін тартып жымиып жүрген. Сонда қарасаңызшы, айтқым келетіні, пайғамбардың істеген нәрселері бізге сүннет қой, саллаллаху алейхи вассалам. Бізге де әрдайым солай жүру керек. Не дейді, қараған адам, саған қараған адам не дейді, көңілі тоятындай. Қараңызшы, пайғамбар саллаллаху өмірін алып қараңызшы, 23 жыл өмірі мына пайғамбарлық уақытындағы. Алдыңғы қиналғандарын айтпай ақ қойыңыз. Осы 23 жыл қиындығын көрсеңіз бар ғой, өзіңіз ойласаңызшы, сізді мысал үшін осы ауылдан руластарыңыз, туған туысқандарыңыз қуып шықса, құр барсаң біздің ауылда тұрмайсың деп та. Сіз айдалада қуып жібергенсіз де. Сіз бүйтіп келе жатсыз да, біреу сіздің алдыңыздан шықса, күлімсіреп қарашы, пайғамбардың сүннеті осы да. Елінен қуып жіберген. Сонда айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір жақсы әдеттері, ол кісіні шақырған кезінде бүйтіп не деп бүйтіп емес, бүкіл денесімен бұрылады екен да, содан кейін барып жауап береді екен да. Біріншісі, бүкіл денесімен бұрылып жауап берген. Екіншісі, не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен жолыққан адамдар бар ғой, ол кісінің жүзіне қараған кезде қайғысын ұмытатындай жағдайда екен да, сондай. Күлімсіреп жүру. Біздің қынандай ғой, бір кішкентай бір болмайтын бір проблемаларды алып аламыз да түнеріп, өмір біткен адам сияқты жүреміз ғой біз. Соны айтады, әрбір нәрсе бізге өнеге ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның күлімсіреп жүргені, соншалықты басына соншалықты қиыншылықтар түсіп жатқан кезде күлімсіреп жатыр да. Бізге айтады, сенің басыңа түсіп тұрған нәрсе оның басына түскен сияқты қиын емес қой дейді да. Сонша түнермесей, біз мынандаймыз ғой, бүйтіп отырып. Біздің жанымызға келген адамдар да осылай отыру керек та, сүмірейіп көңіл айтатынымыз. Күліп бүйтіп ыржыңдай басса, біз сразу, сен мені мазақтап отырсың ба, табалап отырсың ба, біздің жанымызда отыру керек та, олар да бүйтіп сүмірейіп. Соны айтады, сен сондай бол, сенің жаның келген адамдар тыныштық табатын болсын дейді да. Міне ислам деген осы нәрсе ғой ағайындар.